Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді мясной пирог, яғни етті бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Пиязымызды турап болған соң, 2 картофымызды да жақсылап 4 бұрышты етіп кубик қылып турап аламыз. Туралған картошка пиязымыздың үстінен тартылған етімізді, яғни фаршымызды салып, дәміне қарай тұзымызды, қызыл қара бұрышымызды салып, және де мен бұл жерде азырақ су қосып жібердім, өйткені фаршымыз сулы әдемі болып тұру үшін. Енді барлығын қосып жақсылап қолдың көмегімен мыжып араластырып аламыз. Салмасын дайындап қойдық, енді қамырына кірісеміз. Маргаринімізді, яғни сары майымызды салып, оның үстінен ұнымызды өткізіп, жақсылап қолдың көмегімен крошка қамыр жасап аламыз. Крошка қамырын жасалып болған соң, оның үстіне разрахитель, дәміне қарай тұзымызды сеуіп, араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, жарты пиала айранымызды, бір жұмыртқамызды қосып, қолға жабыспайтындай етіп, әдем қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп алдық, өте әдемі, жұмыс жасауға ыңғайлы жұмсақ қамырымыз шығады. Қамырымызды олмен демалдырып қойып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкен, біреуін салып, сәл кішірек қыламыз. Біреуі астыңғысына, екінші кішірек қамырымыз үстіне жайылады. Енді бөліп алған астыңғы үлкенірек қамырымызды жақсылап жайып алып, тавамызға осылай орналастырып, вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Тесіп барлығын жақсылап орналастырып болған соң, жаңағы дайындаған салмамызды салып, қолдың көмегімен немесе осылай вилканың көмегімен жайып шығамыз. Енді кезекте үстіңгі қамырын да жақсылап, жұқа қылмай, қалың қылмай, орташа қылып жайып алып, салмамыздың бетінен жабамыз. Жауып болған соң, барлығын осылай шеттерін бірінші біріктіріп аламыз. Шеттерін біріктіріп, жаңағы піскен кезде суы фаршымыз шығып кетпес үшін біріктіріп алдық. Енді кезекте біріккен жерін жанына қарай осылай көріп тұрғандарыңыздай өрген сияқты қылып сәндеп шығамыз. Өз қалауларыңызша сәндей беруге болады. Мен осылай сәндедім. Барлығын жақсылап өріп болған соң, бетінде вилканың көмегімен тесіп шығамыз, ауа кіріп, таза пісу үшін. Және ортасын пышақтың көмегімен үлкенірек қылып тесеміз. Барлығын жасап болған соң, жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқа мен сүтімізді жағып болған соң, күнжіт немесе мак өз қалауларыңызша сеуіп шығасыздар. Мен күнжіт септім. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің етті бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып, жеген кезде күртілдеп, қамыры ауызда ериді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Қазір сіздерге көрсетем. Ішінің барлығы толық піскен, қамыры қалың болып, шикі болып тұрған жоқ. Және де ішіндегі еті де құрғап тұрған жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай сочный болып тұр. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қуантып кетіңіздер. Күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау саламатта аман болыңыздар.